Таң қаласың, кез келген адам қанша қойы бар екенін жатқа біледі, бірақ қанша досы бар екенін айта алмайды. Сонда достық бағасы қанша? Ашулы адам ешқандай пайдасыз басқаларды зәбірлейді. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Тәуірлер тәуір кісі тойына шақырусыз да бара береді. Өз шаруаларын жайлы өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өз шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Мен өмір сүру үшін жеймін, ал басқалар жеу үшін өмір сүреді. Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ. Өнерден жақсы, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, қызғаншақтықтан асқан дұшпан жоқ. Иә, мен олардан ақылдырақпын, өйткені өзімнің ештеңе білмейтінімді білемін, ал олар білмесе де бәрін білеміз деп ойлайды. Ештеңеге қарамастан үйлен, жақсы әйел түссе, бақытты боласың, жаман әйел түссе, ойшыл боласың. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Ой қуу дегеніміз өлімге дайындалу. Мен сені көруім үшін сөйле. Абыройсыздықпен өмір сүргенше, батылдықпен өлген артық. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Егер сендер дауыс беру арқылы бәрін шешуге болады деп ойласаңдар, онда Афинаның бар иттері атқа айналсын деп дауыс беріп көріңдер. Жақсылық дегеніміз даналық пен білім. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Алла тағала көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді, ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сенімнен шыға бермейді. Мейлі, маған еліктеп айтса да. Ең кедей адам үйі, жанұясы, ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек.
Қалаған адам амал табады, қаламаған себеп табады. Сөз сүйектен өтпесе, таяқ та көмектеспейді. Астың тұздығы аштық,